Сәлем достар. Өт қабы біздің ас қорыту жүйеміздің маңызды бөлігі. Ол майларды қорытуға көмектесетін өт сұйықтығын сақтайды. Бірақ өттің тұрып қалуы ағзаға айтарлықтай зиян тигізуі мүмкін. Бүгін біз өттің тұрып қалуының ең қауіпті белгілері мен оны халықтық және медициналық әдістермен қалай емдеуге болатынын талқылаймыз. Егер сіздің денсаулығыңыз маңызды болса, біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Өттің тұрып қалуының белгілері: оң жақ қабырғаның астындағы ауырсыну. Бұл өт қабындағы проблеманың ең жиі кездесетін белгісі. Әдетте ауырсыну майлы немесе қуырылған тағамды жегеннен кейін күшейеді. 2. Жүрек айну және құсу. Өттің дұрыс ағызылмауы ас қорыту процесіне әсер етіп, жиі жүрек айну мен құсуды тудырады. 3. Ауыздан ащы дәмнің шығуы. Бұл өттің тұрып қалған кезінде ағзадағы токсиндердің көбейгенін көрсететін белгі. 4. Терінің сарғаюы. Өттің дұрыс ағылмауы билирубиннің ағзада жиналуына әкеледі. Нәтижесінде тері мен көздің ақ бөлігінің сарғаюы байқалады. 5. Іштің кебуі және асқазан ауырлығы. Өт қабының проблемалары ас қорыту процесін қиындатып, іштің кебуі мен дискомфорт сезімін тудырады. 6. Зәр мен нәжістің түсінің өзгеруі. Қою зәр және ашық түсті нәжіс бұл өттің дұрыс бөлінбейтінін көрсететін негізгі белгілердің бірі. Өттің тұрып қалуын емдеудің халықтық әдістері. Бірінші әдіс: итмұрын қайнатпасы. Итмұрын жемісінен жасалған шай немесе қайнатпа өттің ағымын жақсартуға көмектеседі. 2 ас қасық итмұрынды 1 литр қайнаған суға салып, 15-20 минут тұндырып ішіңіз. Екінші әдіс: лимон мен бал қоспасы. Жылы суға 1 ас қасық бал мен лимон шырынын қосып, таңертең аш қарынға ішіңіз. Бұл өт қабының жұмысын жақсартуға және ағзаны тазартуға көмектеседі. Үшінші әдіс: зәйтүн майы және лимон шырыны. Зәйтүн майын лимон шырынымен араластырып, таңертең аш қарынға 1 шай қасықтан ішіңіз. Бұл әдіс өттің ағымын жақсартады. Төртінші әдіс: жол желкен мен түймедақ шайы. Жол желкен және түймедақ шөптерінен жасалған шай өт қабындағы қабынуды басып, оның жұмысын реттеуге көмектеседі. Бесінші әдіс: асқабақ тұқымы. Асқабақтың дәндерін шикілей немесе кептіріп жесеңіз, өт қабының жұмысын жақсартуға көмектеседі. Өттің тұрып қалуының алдын алу кеңестері. Дұрыс тамақтану. Өттің жұмысын жақсарту үшін күнделікті рационға көкөністер, жемістер және талшықтарға бай өнімдерді қосыңыз. Майлы, қуырылған тағамдарды азайтыңыз. Физикалық белсенділік. Күнделікті физикалық жаттығулар, әсіресе жеңіл серуендер, өттің тұрып қалуын болдырмайды. Суды жеткілікті мөлшерде ішу. Су ағзадағы барлық процестерді, соның ішінде өттің бөлінуін жақсартады. Күніне 1-5-2 литр су ішіңіз. Стресстен аулақ болу. Психоэмоционалдық стресс өт қабының жұмысын тежейді. Сондықтан демалуға уақыт бөліңіз. Уақытында медициналық тексеруден өту. Егер сізде өт қабымен байланысты мәселе болса, жылына 1 рет дәрігерге тексеріліп тұру өте маңызды. Өт қабы біздің ағзамыз үшін маңызды рөл атқарады. Егер жоғарыда аталған белгілердің бірін байқасаңыз, оны елеусіз қалдырмаңыз. Халықтық әдістер өттің ағымын жақсартуға көмектессе де, денсаулығыңызға байланысты шешімді тек дәрігермен кеңесіп қабылдаңыз. Біздің видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз.